Бәріңізге ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Арсланбек достар. Маған сәл қуанышты, сендерге өте күшті қуанышты бір жаңалық бар. Достар, мен өзімнің Triple J Yacht дейтін аккаунтымды сатпақшымын. Неге сатасыңдар? Неге Triple J, неге Арсланбек деп отырсаңыздар? Себебі мен арсеналымда аккаунттар толып кетті. Мен бас аккаунттарды алып қалып, менен артылған аккаунттарды сатып жіберуді шештім. Бұл оңай болған жоқ, негізі братишкаларыма да беруді ойладым. Бірақ олардың өз аккаунты бар. Оған таңғалмаймын. Сосын достар, бұл бағасы ровно 4000 теңге. Достар, описаниедегі ссылкадағы инстаграмға өтесіз. Маған директке жазасыз. Директ ашық тұр. Бірінші подписаться етесіз, написать деген шығады, написатқа барасыз. Немесе подписаться етпей, написать дегенде бар болуы әбден мүмкін. Сол арқылы маған жазасыздар, аккаунтты аламын деп. Сосын жерде 7 камин бар. Негізінде 1-4 жетпей қалды, шыныма тиіп отыр ол. Бірақ болады ол. Шүкір. Енді бір событие шыққан кезде купонмен немесе жаңа инкубатор шықса чертежін алып өзіңізге керекті наборды ала аласыз. Достар, видеоны неге ускорить еттік деп отырсаң, себебі менде 10 минуттай аузым көпіріп сөйлеп отырым келмейді. Монтаж жасаң, бір жағынан ойыңда жинақтап, видеода сәл аз болады. Достар, бұл деген супер сцена дейсің ғой. Достар, кедоксың анау-мынау деп отырсаңыздар, ондайды маған айтпаңыздар. Себебі мен мұсылман адамын, Қазақстаннан, кезгеніңді қазақпыз ғой дейді ғой. Достар, сосын достар, ондай алдап кетті, анау-мынау деген әңгімені маған айтпаңдар. Бірінші сен аккаунтны бер, содан мен саған ақшаны салып жіберемін деген әңгімені айтпаңдар. Маған бірінші ақшаны бересіздер, одан кейін мен сізге ақшаны беретін аккаунтты беретін боламын. Достар, удивительно дейсің ғой. Достар, бұған келіспесеңдер, білмеймін достар, аккаунтты алмасаңдар, өздерің біліңдер, басқа адам алуға әбден мүмкін. Сосын достар, мен басқа блогерлер сияқты кедок емеспін. Әлхамдулиллах, ла иляха иллаллах, Мұхаммаду Расулаллах, мұсылманмын. Ал мұсылманды алдау тыйым салынған. Кейбір мұсылман бауырлар соны мұсылмандығының адалдығын пайдаланып, кейбір кедоктар толып жатыр. Әрине, бұл өте өкінішті, бірақ бұл өмір. Достар, сонымен бұл аккаунтқа көшетін болсақ, бағасы 4000 теңге. Сосын достар, 4000 теңгенің не себепті десеңдер, өйткені мен кедок емеспін. Ал кедокты где-то лот аккаунттарды где-то 3000-2000 сатып отыр. Сосын достар, міне қарап отырсаңыздар, гильдияда бар. Ал ендеше сау болыңдар. Келесі видеороликте кездескенше сау болыңдар.